Жуырда мемлекеттік қызметшілердің әдеп кодексіне өзгерістер енгізілді. Сол жөнінде толығырақ айтып өтсеңіз, бұл қандай жаңашылдықтар, өзгерістер? Жақсы сұрағыңызға рахмет. Бүгінгі таңда біздің қоғамда болып жатқан көптеген өзгерістер осы мемлекеттік басқару жүйесін жаңаша форматқа ауыстыруға, жаңаша үлгіде көрсету қажеттілігін туындатып отыр. Осыған байланысты ағымдағы жылдың 22 ақпанында Қазақстан Республикасы президентінің жарғысымен Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің әдеп кодексінің жаңа редакциясы бекітілген болатын. Әдеп кодексінің бұл жаңа редакциясы негізінен мемлекеттік қызметшілердің қызметтік әдеп стандарттарын орнатып, сонымен қатар халықтың мемлекеттік органдарға деген сенімін арттыруға және де қоғам мен билік арасындағы байланысты нығайтуға бағытталған болатын. Бүгінгі таңда осы жаңа кодекстің құрылымы өзгеріп, оған мемлекеттік қызметшілердің қызметтің әдептік қағидаттары деген жаңа тарау енгізілген болатын. Бұл тарауда мемлекеттік қызметшілердің мінез құлқына қойылатын 6 қағидат көрсетілген. Олар адал ниеттілік, адалдық, әдептілік, әділдік, сыпайылық, клиентке бағдарлану. Осы қағидаттарды барлық мемлекеттік қызметшілер өз қызметінде қатаң сақтауы тиіс. Бұрынғы әдеп кодексінде мұндай принциптер болмағанын атап өту керек. Сонымен қатар қазіргі жаңағы кодексте көптеген қажетсіз нормалардың бәрі алынып тасталды. Сонымен қатар мысалға бұрынғы әдеп кодексінде мемлекеттік қызметшілерге қойылатын моральдық адамгершілік талаптар мен олардың қызметтік мінез құлқының негізгі қағидаттары бірге қарастырылған болса, жаңағы кодексте олар бөлек түсініктер ретінде қарастырылатын болды. Жалпы осы жолғы әдеп кодексі ол негізінен осы мысалы мемлекеттік аппараттың сервистік, ашық, клиентке бағдарланған түрін қалыптастыру, азаматтардың өтініштерін сапалы қарау, олардың сұраныстарына уақытылы жауап беру, қанағаттандыру осы мақсаттарды көздейді. Осындай өзгерістер. Енді жалпы мемлекеттік қызметке түсетін адамдар тағы қандай оларға шектеулер бар? Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы заңының 13-ші бабына сәйкес мемлекеттік қызметте болуға байланысты арнайы шектеулер қарастырылған. Солардың негізгілерін атап өтетін болсам, мысалы бүгінгі таңда мемлекеттік қызметшілер осы шектеулерге сәйкес өкілді органның депутаты бола алмайды. Сонымен қатар педагогтық, ғылыми және шығармашылық қызметті қоспағанда басқа ақылы негізде төленетін қызметпен айналыса алмайды. Сонымен қатар кәсіпкерлікпен айналыса алмайды. Өзінің қызметтік жұмысын материалдық, техникалық, қаржылық, ақпараттық қамтамасыз етуге арналған құралдарды, жаңағы мемлекеттік мүлік пен қызметтік ақпараттарды өзінің жеке мақсатында қолдана алмайды. Сонымен қатар лауазымдық өкілеттіліктерін атқаруына байланысты жеке тұлғалар мен заңды тұлғалардың көрсететін қызметтерін өзінің жеке мақсатында пайдалана алмайды. Сонымен қатар мемлекеттік қызметші өзінің жақын туыстары иеленетін атқаратын лауазымдарына бағынысты лауазымдарды атқара алмайды. Жақын туыстарына кімдер кіреді дейміз бұл жерде? Ол әрине мемлекеттік қызметшінің ата-аналары, балалары, асырап алушылары, асырап алған балалары, аталары, әжелері, немерелері деген сияқты жақын туыстар кіреді. Бұл шектеулердің барлығы негізінен мемлекеттік қызметтегі жемқорлық фактілерінің алдын алуға, мүдделер қақтығысын болдырмауға, сонымен қатар мемлекеттік қызметшілердің жауапкершілік деңгейін одан әрі арттыруға бағытталған. Әдеп жөніндегі кеңестердің жұмысы туралы айтып тұрсаңыз? Әдеп жөніндегі кеңес негізінен мемлекеттік қызметшілердің әдептілік деңгейін арттырудағы өте сондай маңызды бір институт болып табылады. Шын мәнінде бұл институт соңғы кездері жұмыс форматы біраз өзгерді. Мысалға бұрын олардың негізгі мақсаты мемлекеттік қызметшілердің түрлі тәртіптік құқық бұзушылықтар нәтижесінде жауапкершілікке тарту болса, бүгінгі таңда олардың мақсаты осы мемлекеттік қызметтегі құқық бұзушылықтарды болдырмауға, олардың алдын алуға, ақпараттық түсіндірме жұмыстарын іске асыруға, мемлекеттік қызметшілердің құқықтық сауаттылығын арттыруға, тәртіп деңгейін арттыруға бағытталған, яғни жұмысы.
Мысалға алатын болсақ, жыл басынан бері өткізілген әдеп жөніндегі кеңес отырыстарында қаралған мәселелердің 69% ол профилактикалық сипаттағы мәселелер. Яғни отырыстарда мемлекеттік органдардың, әрбір мемлекеттік органда әдеп жөніндегі уәкіл жұмыс істейді ғой. Сол уәкілдердің жұмыс нәтижелерін қараймыз, тәртіптік комиссиялардың жұмыс қорытындыларын қараймыз. Содан кейін жаңағы мемлекеттік органдарда қызметтік үстеме жұмыс фактілеріне жүргізілген мониторинг нәтижелерін қараймыз. Осындай профилактикалық бағыттағы мәселелерді қараймыз. Сонымен қатар әдеп жөніндегі кеңестің жұмысының негізгі бағыттарының бірі ол түсіндірме жұмыстар. Әрине, кеңес мүшелері тұрақты негізде аудандық, қалалық, облыстық деңгейде мемлекеттік органдарда, мемлекеттік қызметшілермен ақпараттық түсіндіру жұмыстарын іске асырады. Олардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғауға бағытталған шараларды қамтиды, азаматтардың өтініштерін қарайды, азаматтарды қабылдау сияқты іс-шараларды іске асырады. Осындай профилактикалық бағыт. Департаменттің мемлекеттік қызметшілердің құқықтарын қорғау жөніндегі жұмыс қалай жүргізіліп жатыр? Біз әрине мемлекеттік қызметшілердің функционалдық міндеттерімен қатар олардың заңды құқықтары бар екенін түсінеміз. Бұл жерде біз ұжымдардағы, мемлекеттік органдардың ұжымдарындағы моральдық психологиялық климатты жақсартуға бағытталған жұмыстарды іске асырамыз. Өйткені бәрімізге белгілі болғандай, қаншалықты моральдық психологиялық климат жақсы болса, қызмет соншалықты тиімді іске асырылады. Сол себепті ең біріншіден біз әрине мемлекеттік органдардың басшыларымен жұмыс істейміз. Қазақстан Республикасы президенті жанындағы мемлекеттік басқару академиясында оқыту барысында біздің кәсіби дәрісшілер, лекторлар, олар жаңағы мемлекеттік органдардың басшыларына командада жұмыс істеу, көшбасшылық сияқты маңызды қасиеттерді қалыптастыру, жаңағы команданы басқару деген сияқты, сосын ұжымдарда климат, қолайлы моральдық психологиялық климатты қалай қалыптастыруға болатынын бәрін үйретеді. Содан кейін осы бағытта іске асырылатын жұмыстардың тағы да бір маңызды бағыты ол мемлекеттік қызметшілердің өтініштерін қарау. Мысалы, қандай да болсын кадрлық шешімдермен келіспейтін, не болмаса өзіне тағылған тәртіптік жауапкершілікпен келіспейтін мемлекеттік қызметшілер өтінішпен жүгініп жатады. Біз олардың өтініштерін қарап, егер де мысалы тәртіптік жаза заңсыз қолданылған жағдайда біз оны әрине құқығын қорғау мақсатында тәртіптік жазаны шешіп, сондай фактілер болды бұрын бізде. Осындай өтініштерді қараумен айналысамыз. Содан кейін бүгінгі таңда мемлекеттік органда кіру шығуды бақылау жүйесі бар ғой, скут жүйесі деген. Соған байланысты бұл жүйе бізге мемлекеттік қызметшілердің үстеме жұмыс істеу фактілерін анықтауға мүмкіндік береді. Осы жүйенің нәтижелерін тексеріп отырамыз, және де мемлекеттік қызметшілер арасында сауалнама ұйымдастырамыз. Сауалнама барысында мысалы оларға үстеме жұмысы істейсіздер ме, не болмаса функционалдық бағыттар, функционалдық міндеттермен көзделмейтін басқа жұмыстарды атқарасыздар ма деген сияқты сұрақтар қойылады. Егер де атқарамыз, артық уақыт жұмыс істейміз деп жауап беріп жатса, онда сондай мемлекеттік органдарда біз түсіндірме шараларын ұйымдастырамыз. Осындай бағытта қабылданып жатқан шаралар ол көбінесе осы мемлекеттік қызметшілердің мүдделерін қорғауға бағытталған. Мүдделер қақтығысы дегеніміз не, және ол туындаған жағдайда не істеу керек? Мүдделер қақтығысы дегеніміз ол Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы заңнамасына сәйкес мемлекеттік қызметшілердің жеке басының өзінің мүдделері оның өкілеттіліктерін орындамауына немесе тиісінше орындамауына алып келетін жағдай. Яғни мемлекеттік қызметшінің жеке басының мүдделері мен оның лауазымдық өкілеттіліктері арасында туындайтын сондай қарама-қайшылық. Егер бұл құбылыс орын алса, ол әрине мемлекеттік қызметшілердің функционалдық міндеттерінің сапасын төмендетеді, жалпы жұмыс барысын, процесін ұйымдастыруға кедергі болады. Егер де мемлекеттік қызметші осындай мүдделер қақтығысына тап болған жағдайда, ол бірінші кезекте міндетті түрде мемлекеттік органның бірінші басшысына осы туралы хабарлауы тиіс. Заңда көрсетілген тәртіпке сәйкес. Әрі қарай мемлекеттік органның басшысы немесе сол мемлекеттік қызметшінің тікелей басшысы осы фактіні анықтаған жағдайда бірден
оны жою бойынша шаралар қабылдауы тиіс. Халыққа ұсынылатын мемлекеттік қызметтердің сапасын арттыру және осы саладағы қағазбастылықты жою бағытында қандай нәтижелерге қол жеткізілуде? Мемлекеттік қызметтерді көрсету саласындағы заңнамада халыққа қызмет көрсетудің негізгі қағидаттары қарастырылған. Осы қағидаттардың бірінде осы саладағы қағазбастылықты жою, сөз бұйдаға салу көріністерін жою, жемқорлық фактілерін жою сияқты принциптер қарастырылған. Осыған байланысты мемлекеттік қызметтерді көрсету саласындағы уәкілетті орган ғана емес, барлық кез келген мемлекеттік қызмет көрсетумен айналысатын мемлекеттік органдар, мемлекеттік мекемелер осы қағидаларды қатаң сақтауы тиіс. Бүгінгі таңда мемлекет басшысының өзі де осы салада дебюрократизациялауға, яғни қағазбастылық жоюға маңызды көңіл бөлуде. Мемлекеттік қызметтердің сапасын арттыру мақсатында департаментпен тұрақты негізде көптеген шаралар ұйымдастырылады. Олардың ішінде қоғамдық мониторинг деген шара бар. Қоғамдық мониторинг дегеніміз ол департамент өкілдерінің қоғамның мүдделі өкілдерімен бірлесіп, жаңағы атап өткен қызмет көрсететін ұйымдарға, мемлекеттік мекемелерге барып, олардың қызмет көрсету сапасын, деңгейін қадағалау деген сөз. Егер жалпылама түрде айтатын болсақ, бүгінгі таңда олар осы ғимараттар мен құрылыстардың ішінде жағдайды тексереді. Мысалы, автокөлік тұрақтарындағы мүгедектерге арналған арнайы орындардың шақыру батырмаларының, пандустардың бар жоғына көңіл аударады. Яғни қызмет көрсету сапасы қажетті дәрежеде ме, соны тексереді. Егерде жалпы айтатын болсақ, бүгінгі таңда қызмет көрсететін мекемелерде облысымызда жағдай тұрақты. Ал егерде шамалы кемшіліктер анықталып жатса, онда қоғамдық мониторинг мүшелері бірден олардың жойылуына ықпалдасады. Бүгінгі таңда біздің мақсатымыз ол мемлекеттік қызметтерді көрсету саласындағы есеп беру, ашықтық, қызметтердің сапасы мен қолжетімділігі, жылдамдығы, тиімділігі, осы қасиеттерді арттыру болып табылады. Осы сіз атап өткен мақсаттарға қол жеткізуде цифрландыру қандай рөл атқарады? Цифрландыру бұл бағытта маңызды рөл атқарады. Негізінен бүгінгі таңда барлық әлем цифрландыру заманына өтіп жатыр ғой. Мысалы, мемлекеттік қызметтерді көрсету саласында бүкіл процесстерді оңтайландыру, қажеті жоқ артық рәсімдерді жою, бизнес процесстерді арттыру сияқты процесстер іске асырылып жатыр. Цифрландыру бағытында жалпы біздің облысымызда үлкен нәтижелерге қол жеткізуде. Облыста мемлекеттік қызметтерді автоматтандыру арқылы цифрлық негізде, яғни электронды форматта көрсетілген қызметтердің саны артып келе жатыр. Азаматтардың e-gov.kz порталы және оның басқа да сервистері арқылы, не болмаса мемлекеттік органдардың электрондық порталдары арқылы қызмет алу саны артуда. Мысалға айтатын болсақ, 2021 жылы 230 мыңнан астам ақмолалық электрондық цифрлық қолтаңба алуға ұсыныс берген, өтініш берген. Сонымен қатар электронды түрде қызметтер саны артып жатыр. Мысалға айтатын болсақ, 2021 жылы облысымыздың барлық мемлекеттік органдарымен 8 миллион 534 мың мемлекеттік қызмет көрсетілді. Ал осы қызметтердің 94,5% электронды форматта көрсетілген. Бірақ біз үшін цифрландыру ол тек қана қызметтердің саны мен сапасын арттырумен тындырылатын іс емес. Әрине, ол сондай халықтың барлық топтарын қамту, цифрландырумен цифрлық сауаттылығын арттыру, олардың ішінде жасы үлкен кісілер бар, мүгедектер, мүмкіндіктері шектеулі азаматтар, не болмаса денсаулық жағдайына байланысты қандай да бір себептермен халыққа қызмет көрсету орталықтарына келе алмайтын азаматтар бар. Біз солардың барлығына e-gov.kz порталын интернет арқылы қолдануға үйретеміз. Осы бағытта қол жеткізген жетістіктеріміздің тағы да бірі ол мектеп оқушылары. Қазір біз жоғары сынып оқушыларын қамтып жатырмыз бұл қызметпен. Мысалы, біз мектептердегі информатика пәндерінің мұғалімдерін жинап, оларға курстар ұйымдастырып жатырмыз. e-gov.kz порталында қызмет алуға үйретіп. Ал әрі қарай информатика пәні мұғалімдері өздерінің сабақтарында оқушыларды үйрететін болады. Осындай жұмыстар атқарылып жатыр. Бүгінгі таңда әрбір мемлекеттік органның жұмысының негізгі бағыттарының бірі азаматтардың өтініштерімен жұмыс істеу. Бұл бағыттағы жұмыстар туралы айта тұрсаңыз.
өзіңіз айтып отырғандай, жалпы мемлекеттік органдардың басты мақсаты ол азаматтардың өтініштерін қанағаттандыру, яғни басты жұмыс бағыттарының бірі осы. Әрбір мемлекеттік орган өз қызметінде халықпен тығыз байланыста жұмыс істеу керек, олардың өтініштерін қарап, құқықтары мен заңды мүдделерін қалыпқа келтіру керек. Бұл жалпы халық үніне құлақ асатын мемлекеттің маңызды белгісі. Азаматтардың өтініштерін қараған кезде біз жай ғана құқық бұзушылықтарды анықтап қана қоймай, сонымен қатар олардың себептерін анықтап, содан кейін бұзылған құқықтарын қалпына келтіруге тырысамыз. Егер мемлекеттік қызметтерді көрсету саласына қатысты айтатын болсақ, бүгінгі таңда азаматтар бізге көбінесе мемлекеттік қызметтердің сапалы көрсетілмеуі, немесе уақытылы көрсетілмеуі, осындай мәселелер бойынша өтініш білдіріп жатады. Бұл бағытта 2021 жылы 23 азаматтың құқықтары қалпына келтірілген болатын. Яғни департаменттің ұйғарымдарынан кейін осы азаматтардың өтініштерін қаралып, жаңағы бұзылған құқықтар қалпына келтірілді. 2022 жылғы да мысалдар бар. Мысалы айтатын болсақ, департаментке жуырда бір азамат өтінішпен жүгінген болатын. Оған мемлекеттік орган тұрғын үйді жекешелендіруге рұқсат беруден бас тартыпты. Яғни заңсыз негізде бас тартқан болатын. Ал департаменттің араласуынан кейін бұл азаматтың құқықтары қалпына келтіріліп, үйді жекешелендіруге рұқсаттама алды. Осындай бағытта мысалдар әрине бар. Біз бұл бағытта тек қана жаңағы мемлекеттік органдардың арасында тексеріс жүргізіп қана қоймай, сонымен қатар түсіндіру шараларын іске асырыламыз. Яғни құқық бұзушылық орын алған жағдайда мемлекеттік қызметтің қалай көрсетілу керектігін, қандай тәртіп болу керектігін бәрін түсіндіреміз. Разира Тоқтарқызы, осымен бізге берілген уақыт аяқталды. Біздің студиямызға келіп, біздің сұрақтарымызға жауап берген үшін сізге алғысымызды білдіреміз. Еңбектеріңіз жана берсін. Рахмет. Құрметті көрермен қауым, осымен ашығын айтайық хабар аяқталды. Эфирде келесі кездескенше аман сау болыңыздар.